Барышмейді төбеңнен жамбылса төгіп айналайын. Рахмет ата, жақсы көрем ғой сізді. Сен қайдасың, қашан келесің үй жаққа? Үйге қашан келесің, Наргиз? Маған айтып жатсыз ба? Мен қалада болғым келеді ата, мен ауылға барғым келмейді. Мен қалаға көшем, квартира алам, өзің кел енді үйге. Ана өткенде әдемі көйлегіңді кией. Ата мені Алмаз папам жібермейді, оқы дейді сабақ. Сен қай жастасың өзіңе? Мен өзім сөйлесейін қазір, Наргиз қызым кәпсе тұр. Алмаз, қалайсың қайната? Амандық па? Мен енді жасым біразға келсе де, мына Наргиздің көңілім жарасы болды енді. Көкем мен енді қызымды жібере алмаймын енді. Тек арасында қызымның көзінше осырады екен, сіз оның енді көбейтіңіз. Енді жаны бардың, желі барды дейді. Ол қасымызда ағнөте тушителіміз, осветителіміз бар ғой. Білмеймін ғой. Қорада ешектермен бір бәле істейді дейді сізді, ата сол рас па? Тек мен өзім сенбедім енді ата, тек сенуге тек мен көрдім ғой, мен көрдім. Адамдарды сенбеу құртады. Енді мына Наргиз кішкентай сенбеу құртады, айналайын. Наргиз кішкентай қыз емес па, құрсын немереңіз берем емес па? Ол не мен түсінбедім ол. Қораға кіріп қалсам, есек тұр. Табуретке қоймаған атамның боты шешілгенді қой. Мұнда қасымдағы қыздан ұят болды ғой. Ұялмайсыз ба? Қаншама жас қыздарда не істеп отырсыз? Кет ай ұяптың, не қылды? Ата сіз енді бәрін қойып енді еректермен қалыңыз ба? Сен қыздай, сен дұрыс түсінбедің Есек өзі жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Ол жаңағы есектің өзі маған бірінші бастады. Бастап мойнымнан сүйді. Көке, мен тыңдаңызшы, өш жерде енді нәзік маған деп